1 наурыз алғыс айту күні бұл жай мереке емес. Бұл қазақ халқының, қазақстандықтардың бірлігін, тұтастығын, ынтымақтастығын айқындайтын ерекше мереке. Дәл осы мерекені күні елімізде тұрып жатқан өзге ұлт өкілдері қазақ жеріне алғыстарын білдіріп, болашаққа нық қадамдар, жарқын қадамдар жасап жатады. Енді осынау алғыс айту күнінде екінші бір мәнге ие болып жүр соңғы кездері. Ол жақынына, ардақты жандарына ризашылықтарын білдіріп жатады. Осынау мерекені, жайдарлы, жарқын мерекені пайдалана отырып, мен өзімді дүниеге әкеліп, тәлім тәрбие берген, өсірген, бағып қаққан ата-анама және Қызылжар елді мекенінде, туған жерімде номер 81 орта мектебінде білім берген, білім нәрімен сусындатқан барша ұстаздарыма алғысымды білдіргім келеді. Құрметті номер 81 орта мектебінің ұжымы, сіздерге денсаулық тілеймін. Бастысы, өмірде мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындалып, елдің болашағына айналар ұл қыздарды тәрбиелей беріңіздер.